Ай мектеп. Қандай тамаша көрініс. Тура сурет сияқты ғой. Қараңызшы аға. Бұл Шу өзенінің алқабы, анау Алатаудың бір сілемі. Оны жергілікті халық Жамбыл тауы деп атайды. Неге олай атаған? Жамбыл деген сөз қаланы айналдыра салған тас қамал, қорған дегенді білдіреді. Мен енді байқадым аға. Шынында да мына тау ұзыннан созылған қамал сияқты екен. Біздің аталарымыз соны дәл байқаған ғой. Әжемнің халық айтса қалт айтпайды дейтін сөзі есіме түсіп тұр. Осы таудың етегінде туған Жамбыл атамыздың атын да халық дәл тауып қойған. Неге дәл тауып қойған дедіңіз? Өйткені ол кісі бір ғасыр бойына тас қамалдай халқының мүддесін қорғады. Өзінің өлең жырларымен мәңгі құламайтын қорған соқты. Өлеңмен де қорған соғуға бола ма? Адамдарды әділдікке шақырып, зорлық, зомбылыққа қарсы шығып, ел мен жерді қорғаған ерлерді жырға қосып, бірлікпен ынтымаққа шақырып отырған ақынды қарапайым адамдар өзіне рухани пана санаған. Мен Алматыдан Жамбыл атаның ескерткішін көргем. Қолында домбырасы бар. Жыр айтып отырған сияқты. Әжем екеуміз гүл қойғанбыз. Жамбыл атамыз 1846 жылы дүниеге келген. Жастайынан өлеңге, әнге ерекше құмар болған. Ел ішінде дарынды адамдармен жақын болып, солардың өнерін өзіне үлгі тұтқан. Сонда ол ақындықты да үйренген бе? Жоқ, ақындықты үйренбейді. Ол туғанда сондай қабілетті болып туған. Оны талант дейді. Жамбыл атамыз бала кезінен сондай талантты болған. Сонда қалай? Кішкентай кезінен өлең шығарған ба? Иә, ол кісінің аузынан шыққан сөздерінің өзі жыр секілді төгіліп тұрады екен. Мәселен, 15 жасында айтқан өлеңі сақталған. Қандай керемет! Жамбылдың әкесі Жапа баласын бір жылқышыға беріп, ат құлағында ойнайтын шабандоз етіп шығарсам деп ойлайды. Бірақ домбыра шертіп, ән салатын Жамбыл ақындық өнерді таңдап, атақты ақын Сүйінбайға барып, батасын алған. Сонда Сүйінбайдың батасы қабыл болған екен ғой. Әрине, Жамбыл Сүйінбайды ұстаз тұтады. Менің бірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай. Сүйінбай деп сөйлесем, жыр келеді құйындай деп. Сол кездегі мықты ақындар Шашубай, Досмағамбет, Бөлтірік, Сарбас ақындармен айтысып, жеңіске жеткен. Әсіресе Жамбыл атамыздың Құлманбет деген ақынмен айтысы ерекше аталады. Айтыста Құлманбет ауылдың байларын мақтай бастайды. Ал Жамбыл болса, ел қорғаған ерлер, сұраншы, саурық сияқты батырларды жыр етеді. Адамдықтайды, ерліктайды, батырлықтайды, ел бірлігін сақтаған татулықтайды. Қарынбайдай сараңдар толып жатыр. Оларды бос мақтамай, еліңе қайт деп Құлманбетті жеңеді. Шынында да бізде елді қорғаған батырлар көп емес пе? Халық та оларды жақсы көреді. Оларға ескерткіш қойылған. Иә, Жамбыл атамыз өзінің суырып салма ақындығымен көптеген батырлық жыр дастандарды жырлаумен елге танылған. Көріғылы дастанын 15 күн қатарынан жырлаған дейді. Шынында да ерекше адам болған екен. Ақын адам әрқашан халқының жоғын, мұңын мұңдайды емес пе? Жамбыл атамыз 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 95 жаста болған. Соғысқа 2 ұлын жіберген. Майдандағы баласы Алғадай әскери атағының жоғарылағандығын айтып, хат жолдайды. Жамбыл атамыз өлеңмен жауап жазады.
Алғадай ылғи алда бол, аянған адам болмақ қор. Достарыңа сәлем айт, жауларыңды жеңіп қайт. Балалары аман есен келген бе? Жоқ, екі ұлы да соғыста ерлікпен қаза тапқан. Қиын болған екен. Алатауда айналсам, алғадайды табам ба? Сарыарқаны сандалсам, саңлағымды табам ба деп күңіреніп жоқтаған. Бірақ жақсы көретін ұлдарының қазасы қанша ауыр болғанымен, атамыз өзінің отты жырларымен жауынгерлерге рух беріп отырған. Ұлы отан соғысына арнап, мыңдаған жолдар, жыр шумақтарын жазған. Білем, мектепте майданға хат, Ленинградтық өренім өлеңдерін жаттағанбыз. Шегінбе деп отан тұр, шегінбе деп халық тұр. Халқың үшін бас тігу, отаның берген жарлық бұл. Бәрекелді! Қанша жыл өтсе де, Жамбыл атамыздың есімі ұмытылмайды. Елімізде бір облыстың аты ақын атымен аталады. Туған жері мен тұрған үйіне мұражай орнатылған. Соңында жырларын жатқа айтатын ұрпағы бар. Қандай бақытты адам! Ол кісінің бақыты мына тамаша өлеңдерінде ғой. Қане, оқып көрейікші. Қайталайық. Жамбыл Жабаев. Жамбыл атамыз 1846 жылы дүниеге келген. Жастайынан өлеңге, әнге ерекше құмар болған. Ел ішіндегі дарынды адамдармен жақын болып, солардың өнерін өзіне үлгі тұтқан. Ол кісінің аузынан шыққан сөздерінің өзі жыр секілді төгіліп тұрады екен. Мәселен, 15 жасында айтқан өлеңі сақталған. Жамбыл Жабаев өзінің суырып салмақындығымен, көптеген батырлық жыр дастандарды жырлауымен елге танылған. Көр ұғлы дастанын 15 күн қатарынан жырлаған дейді. Жамбыл атамыз атақты ақын Сүйімбайды ұстаз тұтқан. Өз кезіндегі мықты ақындар Шашубай, Досмағамбет, Бөлтірік, Сарбас, Қолмамбет ақындармен айтысып, жеңіске жеткен. Адамдарды әділдікке шақырып, зорлық зомбылыққа қарсы шығып, ел мен жерді қорғаған ерлерді жырға қосып, бірлік пен ынтымаққа шақырып отырған ақынды қарапайым адамдар өзіне рухани пана санаған. Елімізде бір облыстың аты ақын атымен аталады. Қалаларда атаға арналған ескерткіштер, мектептер, саябақтар, театрлар бар. Көшенің аттары берілген. Туған жер мен тұрған үйіне мұражай орнатылған.